Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз тағам құрамындағы қоректі заттар. Алдыңғы сабақта сіздер тағам құрамымен танысқан болатынсыздар. Соның бірі ақуызды анықтау әдісімен танысайық. Ол үшін мына видеоны тамашалаймыз. Ірімшік кесегін сынауға салады. Содан соң азот қышқылының бірнеше тамшысын қосады. Сынауықты абайлап қыстырады. Азот қышқылының әсерінен ірімшік сары түске бояды. Берілген реакция санды протеин реакциясы деп аталады. Санды протеин реакциясы зерттелетін материалдың жануарлар талшығынан немесе өсімдіктер талшығынан жасалғандығын анықтау үшін қолданылады. Жануарлардан алынатын талшықтар мысалы жүн немесе жібек азот қышқылының қатысында сарғаяды, себебі олар таза ақуыздан тұрады десек те болады. Оқушылар, біз жаңағы видеодан білдік. Егер де тағам құрамында ақуыз болса, және де біз оған азот қышқылын тамызатын болса, онда ерітіндіміз сары түске айналады. Себебі азот қышқылы зерттелетін заттың жануар текті талшықтан ба, әлде өсімдік текті талшықтан ба, содан тұратынын анықтайды. Оны ксантопротеин реакциясы деп атайды. Яғни азот қышқылы сапалық реагент болып табылады. Ал мына видеода балалар Бьюлет реакциясымен танысамыз. Бұл реакция арқылы біз қандай құрамды анықтаймыз, соны тамашалайық. Бьюлет реакциясы кезінде зерттеліп жатқан үлгіні калий немесе натрий гидроксидімен, содан соң мыс екі сульфатымен өңдейді. Ақуыздың бар екендігі ерітіндіде күлгін көк түстің пайда болуы арқылы анықталды. Ал енді оқушылар, ақуыздарды анықтау бізде ақуыздың көбісі түсті реакциялардың көмегімен анықталады. Олар ксантопротеиндік және бьюлеттік реакциялар. Ксантопротеинді реакциялар ақуыз калориметриясы, ол зерттеліп отырған затты концентрациялы азот қышқылымен өңдеуге негізделген. Сары түстің пайда болуы онда ақуыз барын білдіреді. Бьюлеттік реакция ақуыздарға сапалық түсі реакция. Егер зерттелген затты натрий калий гидроксидтері және мыс еківалентті сульфаттарымен өңдегенде көп күлгін түс пайда болса, онда ақуыз барын білдіреді. Ал енді оқушылар, алдарымызда мына заттар берілген. Осымен номер 4-ші практикалық жұмысты орындап көрелік.
Ал енді оқушылар міне номер 4-ші практикалық жұмыс тағам құрамындағы қоректік заттарды анықтау. Жұмыстың мақсаты тағам құрамындағы қоректік заттарды анықтау. Оған қажетті құрал жабдықтар: мыс сульфатының эквивалентті ерітіндісі, азот қышқылы, натрий гидроксиді ерітіндісі және де нәруыз. Сынаулықтар: тұрғы, дистилленген су, шыны таяқша, пипетка. Сүзгі қағазы мен шеміште дәнектері. Ал енді жұмысқа кірісейік. Ең бірінші жұмыс нәруызды анықтау. Ол үшін жұмыртқаның нәруызын сумен араластырамыз. Таяқшаның көмегімен қоспаны араластырып аламыз. Сынаулыққа құйғының көмегімен 2 миллилитр ерітіндіні құйып аламыз. Осы ерітіндімізге натрий гидроксидін құямыз. Одан кейін мыс сульфатының 5 тамшы ерітіндісін тамызатын боламыз. Ерітіндімізді араластырып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ерітіндінің түсі өзгеріске ұшырады. Көріп отырғанымыздай, бұл күлгін түсті ерітінді. Яғни зерттеліп отырған затымыздың құрамында, нәруызда ақуыз бар екенін білдіреді. Бұған мыс сульфаты ерітіндісі мен натрий гидроксиді реагент болып тұр, яғни сапалық құрамын анықтап тұр. Сол себепті бұл реакцияны сапалық реакция деп атаймыз. Ал реакцияның атауы Беурет реакциясы дейді. Бұл нәруызды анықтау үшін қажетті реакция. Сонда мыс сульфаты мен натрий гидроксиді сапалы реагент болып табылады. Келесі жұмысымызға көшейік. Екінші жұмыста майды анықтаймыз. Ол үшін бізге күнбағыстың тұқымдары алып отырмыз. Сүзгі қағазға орналастырдық. Енді оны қасықпен жантақтайтын боламыз. Тоқтата тұр. Осылай қасықпен үгітеміз. Дәнектерімізді, тұқымдарымызды осылай үгітіп аламыз.
Міне оқушылар, дәндерде, жаңғақтарда, тұқымдарда мынандай майлы май болады құрамында. Оның белгісі ретінде мына фильтр қағазы, сүзгі қағазымыздың бетінде осы майлы дақ болды. Яғни тағам құрамында наркоздан бөлек және де не болады екен? Май болады екен. Енді үшінші жұмысымызға келдік. Тағам құрамындағы ақуыз түрін анықтау. Ол үшін бізге ірімшіктің түйірі қажет. Міне біз оған алдын ала салып қойдық сынауытқа. Осыған бірнеше тамшы азот қышқылын тамызатын боламыз. Сондағы пайда болған құбылысты бақылайтын боламыз. Араластырам қайықшаны. Ірімшікке азот қышқылын тамызған кезде сары түсті тұнба пайда болды. Бұл ірімшіктің құрамында ақуыз бар екенін білдіреді. Және де бұл реакцияны ксантопротеин реакциясы дейді. Сонда ірімшіктің құрамындағы ақуызды біз азот қышқылымен анықтап тұрмыз. Сонда азот қышқылы сапалық реагент болып тұр. Ал енді оқушылар осы жасалған жұмыстардың барлығын мына кестеге түсірулерін сұралады. Осы кестемен жұмысты қорытындылап, маған кері байланыс берулерін сұралады. Жұмыстың барысы, жұмсалған реагенттер, не байқадым, қорытынды. Осы кестені толтырамыз да және салыстырамыз. Жауабымен салыстыратын боламыз. Осындай кесте беру арқылы оқушы жұмысты қалай түсінгенін, не жасаған, қандай құбылыстың байқалғанын және де қорытынды жасауды үйренеді. Сонда бұл есте сақтау дағдысында қалыптастыруға тиімді. Сіздер оқушылар менімен келісетін шығарсыздар. Сіздердің де жауаптарыңыз менікімен бірдей болды деп ойлаймын. Жұмыстың барысы. Бірінші жұмыста 2 мл нәруыз ертіндісіне натрий гидроксиді ертіндісі мен 5 тамшы мыс сульфаты ертіндісін қостық. Реагенттер нәруыз қосу натрий гидроксиді қосылған мыс эквивалентті сульфаты. Не байқадым? Ертіндінің түсі өзгерді, күлгін тұнба пайда болды. Осы зертханалық жұмыс бойынша қорытындым. Нәруызға натрий гидроксиді мен мыс сульфаты ертіндісін реагент болады. Бұл реакцияны нәруыз реакциясы деп аталады. Бұл реакцияның атауы Биурет реакциясы деп аталады. Сонда осы жұмыс бойынша балалар натрий гидроксиді мен мыс сульфаты сапалық реагент болып табылатынын ұғады. Және де бұл реакцияның атауы Биурет реакциясы деп аталады. Және де бұл нәруызды анықтау үшін арналған реакция екенін ұғынады. Соны қорытынды барысында көрсеткен дұрыс болады. Екінші жұмыста күнбағысты тұқымдарын сүзгі қағазға салып,
жаншыдық. Сүзгі қағаз бетіндегі дақтар пайда болды. Қорытындымызда айтатын болсақ, мынадай қорытындыға келіп отырмыз. Тағам құрамында күнбағыс, грек жаңғақтарында майдың болатынын білдік. Оның қағаз бетіндегі майлы дақтардың болуынан байқадық. Үшінші жұмыс, ірімшік түйіріне бірнеше тамшы азот қышқылын қостық. Реагенттер ірімшік және азот қышқылы. Не байқадым? Ерітіндінің түсі сары түске боялды. Қандай қорытындыға келдім? Азот қышқылы зерттеліп отырған затта жануарлар талшығы немесе өсімдіктер талшығынан тұратынын анықтайтын реагент болып табылады. Біздің жағдайда зерттелген ірімшік жануарлар талшығынан тұратын тағам және құрамында ақуыз бар екенін анықтады. Оның дәлелі ретінде қоспаның түрі сары түске боялды. Және де бұл реакция ксанта протеин реакциясы деп аталады. Мен осы зертханалық жұмыс жасау барысында жаңадан реакция атауларымен таныстым. Ол биурет реакциясы және де ксанта протеин реакциясы. Биурет реакциясына натрий гидроксиді мен мыстың эквивалентті сульфаты қатысатын болса, ксанта протеин реакциясына азот қышқылы қатысады. Тағам құрамында нәрбөз, май, крахмал, қант болатынын білдім. Сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Ақуызды анықтауда сапалық реакцияларға қатысатын заттарды таңда. Біз бүгінгі зертханалық жұмыстан білеміз. Зерттелетін затқа натрий гидроксиді немесе калий гидроксидін қосатын болсақ, және де мыстың эквивалентті сульфатын қосатын болсақ, біз ақуызды анықтаймыз. Сонда бізде екі жауап болу керек. Онда біз мына жауапты белгілейміз, және де тағы да бізде негіз бар, ол калий гидроксиді. Сонда мына жауапты белгілейміз. Жауабымызды тексерейік. Дұрыс, жарайсыздар балалар. Алға кеттік. Енді біз осы зертханалық жұмыстан білген, жасаған жұмыстардан бөлек тағы да анықтау әдістері бар. Ол глюкозаны анықтау. Глюкоза мен фруктозаның қасиеттері өзара ұқсас болып келеді. Алайда оларды ферин реактивімен қалай әрекеттесетініне байланысты ажыратуға болады. Екі көмірсуда ақ түсті қатты зат және екеуі де тәтті дәрінің болуымен сипатталады. Олар ферин реактивімен әрекеттесу бойынша ерекшеленеді. Егер ферин реактивіне глюкозаны қосса, мыс екі иондарының көк түсінің жоғалып, ерітіндіде мыс бір оксидінің қызыл кірпіш түсті тұнбасы түзілетінін байқауға болады. Ал фруктоза ферин реактивімен әрекеттеспейді. Глюкоза мен фруктозаның ферин реактивіне қатысты әртүрлі қасиет көрсетуінің себебі олардың құрылымдарындағы айырмашылыққа байланысты. Ары қарай тапсырма орындап көрейік. Глюкозаны анықтау. Глюкоза мен фруктозаны қанттар деп аталатын көмірсулардың үлкен тобына жатады. Олар көптеген өсімдіктердің жемістерінде және балда болады. Өсімдіктер күн энергиясының көмегімен көмірқышқыл газы мен судан глюкозаны синтездеу қабілетіне ие. Сонымен қатар глюкоза жануарлар ағзасында бар. Глюкоза мен фруктозаның қасиеттері өзара ұқсас болып келеді. Алайда ферин реактивіне
қалай әрекеттесетініне байланысты ажыратуға болады. Біз жаңағы видеода тек глюкоза ғана феррик реактивімен әрекеттесетінін білдік. Номер 2 жаттығу түссіз ерітіндінің үш үлгісінде жүргізілген сынақтардың жауабын талда. Қай сынақта глюкоза, қай сынақта фруктоза бар екенін анықта. Томба түзілді. Глюкозаға түзілді. Қызыл томба түзілді. Тәтті бізде глюкозада, мына жерде қызыл томба түзілді, дәмсіз деп отыр. Бізде глюкозада, фруктозада екеуі де тәтті. Сол себепті айтылғандардың біреуі де дұрыс емес дейміз. Тексереміз. Жауаптарымыз барлығы дұрыс. Жарайсыздар. Ал енді біз крахмалды анықтау әдісімен танысайық. Крахмалдың сумен суспензиясы иодтың қатысында күлгін түске боялады. Глюкоза, фруктоза немесе сахароза сияқты моно және бисахаридтер иодтың қатысында түстерін өзгертпейді. Крахмалдың иодпен жүретін осы сапалық реакциясының арқасында оның өнімдер қоспасынан анықтауға болады. Картоп, ұн, үрмебұршақ, күріш және нан. Иод ерітіндісімен әрекеттескенде күлгін түске боялады. Бұл аталған барлық өнімдер құрамында крахмал болатынын білдіреді. Крахмал глюкозаның көп мөлшердегі молекуласынан тұратын көмірсу. Ол энергия көзі әрі біздің ағзамыздың дұрыс жұмыс жасауы үшін қажет. Олар жеңіл сіңіріледі, энергия құндылығы бойынша тек моносахаридтерге орын береді. Көптеген жемістер, көкөністер, бұршақ, тұқымдастар және астық дақылдар құрамында крахмал болады. Көбінесе бұршақта, жасымықта, сояда, жүгеріде, күріште, қарақұмықта және картопта крахмал мөлшері едәуір көп. Крахмалдың сумен суспензиясы иодтың қатысында күлгін түске айналады. Фотосинтез процесі кезінде глюкозаның биохимиялық өзгерісі нәтижесінде өсімдіктерде крахмал пайда болады. Ал енді тапсырма орындап көрейік. Бірнеше видео көрсетілген, соны таңдап көреміз. Біріншісін белгілейміз де, қазір ойланамыз, басқасын көрейік.
көрдік. Құрамында крахмалы бар заттарға йодты тамызғанда күлгін түске айналатын. Бізде тек екінші видеода ғана күлгін түске айналды. Сол себепті жауабымыз 2 болады. Ал енді тексерейік. Әрине дұрыс болды балалар, жауабымыз. Келесі. Майларды жоғары температураға дейін қатты қыздырған кезде, олар тітіргендіргіш, жағымсыз иісі бар ақ түсті түтін бөліп шығарады. Жоғары температураларда майлар ыдырайды. Мұндай ыдырау өнімдерінің бірі акролеин, жанған майдың иісіне жауапты қосылысы. Майларды жоғары температураға дейін тез қыздыру арқылы анықтау акролеин сынауы деп аталады. Майларды алу кезінде байланысты өсімдік және жануарлар майлары бөлме температурасына байланысты қатты, сұйық, майлар май молекуласындағы май қышқылдарының түріне байланысты қаныққан және қанықпаған майлар болып бөлінеді. Майларды анықтауға мүмкіндік беретін химиялық және физикалық қасиеттері бар. Майларды жоғары температураға дейін қыздыру арқылы анықтау акролеин сынауы деп аталады. Мына тапсырмада дұрыс 3 тұжырымды белгілеуіміз керекпіз. Бірінші, сүзгіш қағазда майлы дақтар қалдыратын кез келген зат май болады дейді. Балалар, біз көрдік, бағана зертханалық жұмыста. Құрамында майлары бар, шемішке, грек жаңғағы, сондай тағамдарда ғана май пайда болады құрамында. Сонда бұл жауапты біз дұрыс деп есептемейміз. Майлар судың температурасына қарамастан суда. Мына тапсырмада дұрыс 3 тұжырымды белгілеуіміз керекпіз. Бірінші, сүзгіш қағазда майлы дақтар қалдыратын кез келген зат май болады дейді. Балалар, біз көрдік, бағана зертханалық жұмыста. Құрамында майлары бар, шемішке, грек жаңғағы, сондай тағамдарда ғана май пайда болады құрамында. Сонда бұл жауапты біз дұрыс деп есептемейміз. Майлар судың температурасына қарамастан суда ерімейді. Сіздер аналарыңыздың тамақ пісіргенін көрген боларсыздар. Майлы етті пісірген кезде бетіне қалқып шығады. Себебі қандай температура жоғары болмастан ол суда ерімейді. Сонда осы жауапты біз белгілейміз. Майлар судың температурасына қарамастан суда ерімейді. Майлардың термиялық ыдырауы кезінде акролеин түзіледі. Бұл жауаппен біз келісеміз, себебі алдыңғы видеода біз осы туралы естіген болатынбыз. Сүзгіш қағазда майлы дақ қалдыратын кез келген зат май болады. Бұл жауаппен келіспейміз. Майлар қатты қыздырғанда ыдырайды. Бұл жауаппен келісеміз, себебі майлар жоғары температурада ыдырайды. Ал енді жауабымызды тексеріп көрейік. Жарайсыздар, сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Ал енді тест тапсырмасын орындап көрейік. Бірінші сұрақ, Бьюрет реакциясы арқылы қандай қоректік затты анықтауға болады? Жауаптары: фруктоза, глюкоза, майлар, крахмал, ақуыз. Әрине балалар, ол бізде ақуыз болады. Тексерейік. Жарайсыздар, дұрыс жауап бердіңіздер. Феррин ерітіндісі қай органикалық қосылысқа сапалық реакция болады? Біз бағана видеода көрген болатынбыз. Глюкоза феррин реакциясына түседі, ал фруктоза түспейді деген. Тексеріп көрейік. Жауап дұрыс. Жарайсыздар, қандай сапалық реакция көмегімен анықтауға болады? Әрине, ол бізде йод ерітіндісі. Жауабымызды тексеріп көрейік. Жауабымыз дұрыс.
Қантты анықтау үшін қандай реактив қолданылады? Фелинг реактиві, иод ерітіндісі, фильтр қағазы, натрий гидроксиді мен мыс сульфаты еківалентті ерітіндісі, биурет реактиві. Біз фелинг реактиві деп белгілейміз. Ал жауабымызды тексеріп көрелік. Дұрыс, жарайсыздар балалар. Бағана біз видеода көрген болатынбыз. Глюкозаны фелинг реактивімен анықтайтынын білген болатын едік. Сабағымызды аяқталды. Жарайсыздар балалар. Сіздер бүгінгі бағаларыңыз 10 балл. Назарларыңызға рахмет. Сабақта қатысқандарыңыз үшін рахмет.